Достар, қайырлы күн. Бүгін 3 айдың 23 жылдызы. Саяжайыма келіп қалдым. Мынау екінші қабаты үйдің мансарда дейді. Бұл жерге мен көп шыға бермеймін, себебі қолым тимейді. Мүлдем қолым тимейді. Бірақ мына дүниелерді мен кітаптар, журналдарды ескі тұрғындардан лақтырмай алып қалған едім. Қолым тигенде оқимын деп осылай былай стеллаж жасап сақтап қойғанмын. Енді лақтыруға қимайсың, себебі мынандай атақты кісілердің жаңағы еңбектері бар ғой, журналдар түрлі. Бұл саяжайды мен 2 жыл бұрын өте қарт адамдардан сатып алдым. Ресей еліне көшіп бара жатқан Беларусь азаматтары, дядя Миша, тетя Раиса дейміз. Сол кісілердің осы жаққа келгенде жинап қойған өте көп оқыған кісілер ғой. Мысалға мына журнал 88 жылғы шыққан. Сол сияқты өте көп ескі, енді қызық қой бұл да жатсаң, оқысаң тарих. Осында өздерінің дневниктері бар. Жалпы мүлдем бір оқуға қол тимейді, биыл енді қол тиеді ғой. Енді мынау Васильков Михаил Ефимович, мінекей осы дядя Мишаның журналынан мындай қызық тауып алдым. Мына 2 ұрық түсті бағана. Ашып қарай салсам, жерге түсіп қалған ғой. Сондай бір жағымды бір сондай құбылыс екен. 2015 жылғы ұрықтар. Өзім мына террасада ненің былтырғы петунияның ұрықтарын салып алғам. Өсе мекен, өспей мекен деп. Сөйтіп мынандай эстрагон Добрыня дейді. И және шпинат матадор. Шпинаттың несін тауып алдым. Көремін, егіп көреміз. Қалай болады екен. Сондай, достар.